Сәлем баршаға. Бүгін таразылар туралы айтам, яғни весы. Олар барлық нәрсені таразылап жүретін адамдар, барлық нәрсені салыстырып жүретін адамдар, шешім қабылдағанда ұзақ ойланатын адамдар, шешім қабылдап болған соңда өзінің шешіміне көңілі толмайтын адамдар. Түрлері серьезный көрінгенмен мінездерінде жеңілдік бар, легкомысленность. Өте ашық адамдар, достары көп болады, любой ортада, любой адаммен тіл табысып кете алатын адамдар. Флиртті жақсы көреді, әр адаммен әр түрлі ұстай алады өзін, әр түрлі болып араласа алады адамдармен. Еркек таразылардан настоящий Дон Жуан Казановалар шығады ғой. Неге? Бұлар қыздарға менің советім, желательно таразы еркекке тұрмысқа шықпаңыздар, өйткені олардың 90% изменять етеді. Олар самоволялары слабый. Сөз көтере алмайтын мінездері бар, тез ренжіп қалады таразылар. Сосын таразылардың барлығы, қыздары болсын, еркек таразылар болсын, өте жай қимылдайды. Жай асықпай, тірліктің бәрін жай істейді. Решение қабылдағанда да ұзақ ойланады. Сөйлегенде сөздерді тауып сөйлейді, сондықтан бұлар достары өте көп болады. Не дейді, андай грамотно сөйлейді да бұлар. Любой адамның жүрегіне кілт таба алатын адамдар ғой. Өмірде қанағаттана алмайды. В отношениях болсын, в жизни болсын, большего и большего хотят. Көңілі толмайды. В отношениях андай больше вниманияны қалайды, больше романтиканы қалайды, солай. И сосын алдыңғы бір нелермен, жолдастарымен салыстырады. Өзінің қазіргі жұптарын алдыңғы жұптарымен салыстырып жүреді. Мүмкін анаған тұрмысқа шығуым керек пе еді деген сияқты, или там анаған үйленуім керек пе еді, может мен қателік істеген шығармын деген сияқты. Хотя бақытты нормально, вроде нормально өмір сүріп жатса да, сондай бір сомнениялар миына келе береді, өйткені олар қанағаттана алмайды. Көп вниманияны қалайды да, көп внимание аударсаңыз, еще больше хочет да олар. Душевный разговорлар жақсы көреді, біреудің жан дүниесін ақтарып, совет бергенді жақсы көреді, бірақ өздері біреудің советін тыңдамайды. Біреудің советін тыңдағанды жақтырмайды. Яғни өзінің дегенімен жүреді. Мінездерінде наивность бар и чувствительный адамдар, сезімтал адамдар.